Мен бірінші қызымды босанған кезде көптеген келіншектердің басынан өтіп жатқан проблема менде де болды. Яғни ол омыраудың тілініп кетуі, трещина болуы, балаға смесь беру, тоймай жатыр деп, роддомда глюкоза беру, оның барлығы менің басымнан өткен. Енді сіздер ойлауыңыз мүмкін, сіз деген дәрігер емессіз ба, қалай оны білмедіңіз деген сияқты. Қыздар, иә, мен гинеколог ретінде 10 жыл университетте оқыдым. Бірақ университетте сізді толыққанды консультант по грудному вскармливанию деген сияқты сізге ондай білім бермейді. Яғни сіз толыққанды сауатты емізу туралы дәрігер болсаңыз да университетте ол білімді алмайсыз. Қазір сіз гинекологқа барып жүрген болсаңыз поликлиникаға, гинекологтардың 99%-ы ол нәрсені қалай сауатты емізу керек, қалай омырауға салу керек екенін білмейді. Неге? Өйткені ол деген бөлек мамандық, сіз бөлек консультант по грудному вскармливанию деген сияқты толыққанды білу үшін арнайы бар білім алу керексіздер. Сондықтан қыздар, мен дәрігер болсам да менде осындай көптеген проблемалар болды. Сондықтан егер де сіз босануға дайындалып жүрген жүкті келіншек болсаңыз, кем дегенде баланы қалай дұрыс омырауға салу керек екенін үйреніп бару керексіздер. Өйткені біздің көбіміздің жасайтын қатеміз, қазір мен босанамын да баланы омырауға салам, бала еміп кетеді деп ойлаймыз. Бірақ ол үлкен қате. Ол жерде кәдімгідей үйреніп алу керек. Егер де қыздар, сіздер роддомда қалай баланы дұрыс омырауға салу керегін, жалпы қазір бала емізіп жүрген келіншек болсаңыз, қалай дұрыс омырауға салу керегін үйренгіңіз келсе, 30 июнь күні, алла қаласа, осы дүйсенбі мен арнайы тікелей эфир өткіземін. Ол эфирде толыққанды барлығын көрсететін боламын. Трещина болмас үшін, мастит, лактостаз болмау үшін баланы қалай дұрыс омырауға салу керек екенін толыққанды көрсетемін. Сондықтан сол эфирге қатысып үйреніп алыңыздар деп кеңес бергім келеді. Ол эфирге қатысу үшін қыздар, осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып жіберіңіз. Сол кезде бот сізге арнайы сілтеме береді. Сілтемеден өтіп, арнайы WhatsApp группаға тіркеліп алыңыздар. Өйткені эфир туралы барлық ақпарат тек қана сол WhatsApp группада берілетін болады.